Юрфакты бітіргенмен де госслужбаға бармадым. Ешбір госслужбада істейтін адамда ондай айлық жоқ. Бірге отырып жазсақ уже түсініп тұрамыз да, так, мынау линия, СНР линия мына жерден шықты деп. Егер бұл бөлек істеп келіп, мен бөлек істесем, мынау қаяқтан шықты деп уже уверенность жоғалтамыз да. Мен өзім анализіме кіріп атқан кезде мынау келеді де маған, тоқта, сен қай жерден кіріп атсың? Содан әйтеуір ақшаның дәмін татып қалған, қалтада ақша көріп қалған сондай адам болғаннан кейін бір сөзбен айтқанда госслужбаның зарплатасы болмайды деген шешімге келіп, содан кәсіптің артынан қуып кеттік. Көп адамдар әйел мен күйеуі бір салада жүрген қалай ол бастарына сыймайды. Тем более бір депозит бізде. Мен бұл кісімен бірге отырмасам, мен жасай алмаймын. Бұл жерде бір андай азарт пайда болды менде. Уже анау ол жақтағы бір сделкадан табылатын 2000-3000 долларды мына жақта қанағат етпей тұрасың. $1000 долларға мысалы 500 мың теңгеге қандай кәсіп ашып, аптасына $2,5 мың табуға болады. Қаншама стресс, шаш ағару, нерв, басында слив болған кезде, минус болған кезде өмір сол жерден тоқтап қалғандай. Ассалаумалейкум, біздің YouTube арнаның тұрақты көрермендері, сіздермен ұзақ уақыттан кейін біз қайта оралып жатырмыз. Өсін алдындағы подкасттарым что-то просмотрлар аз десе, орысша өткізген болатынбыз. Жас балалармен ол жерде мен емес, бізде Арун мырза өткізген, мен уақыт жоқ болып қалып, басқа қалада болып, жігіттер өздері түсірген болатын. Сондықтан осының алдындағы подкасттардың барлығын көріп шығыңыздар. Енді сіздерге пайдалы болуға тырысамыз. Бүгін тағы бізде кезекті подкаст, еще ерекше подкаст болайын деп тұр бүгін. Неге дейтін болсаңыздар, бүгін Ерлі-Зайыпты бізде Аслан мырза мен Айжан ханым келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Арнайы Тараз қаласынан. Тараздан. Бұйырса енді бүгін қайтадан жолға шығады. Жолдарыңыз болсын. Енді бұл кісілер бізде қашан оқыдыңыздар сіздер? Біз алдыңғы жылдың сентябрь-октябрьінде оқыдық. 9-ші потокта. 7-8 айда оқыдық. Жақсы, енді бүгін подкаст болғандықтан андай осылай қалай әңгімелесіп отырмыз. Емін-еркін болса, подкаст емін-еркін жүрген сайын андай жақсы түсінікті болады. Аслан мырза, өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз, тренингке қалай келдіңіз? Енді өзіңіз туралы жалпы жасыңыз нешеде, немен айналысасыз деген сияқты? Жасым негізі 25-те айналысатын жұмысыммен юрфакты бітіргенмен де госслужбаға бармадым. Жастайымнан кәсіпке ерте келіп, осы әйтеуір мектеп қабырғасының өзінде кішігірім кәсіпкер едік, телефон алып сатудан бастағанбыз. Содан әйтеуір ақшаның дәмін татып қалған, қалтада ақша көріп қалған сондай адам болғаннан кейін бір сөзбен айтқанда госслужбаның зарплатасы болмайды деген шешімге келіп, содан кәсіптің артынан қуып кеттік жастайымыздан. Енді сол кәсіптің артынан неше түрлі кәсіп іздеп жүрдік, қарадық. Жас кәсіпкер болғаннан кейін іздейсің, бір өзіңнің нақты жолыңды іздейсің, қарайсың. Ізденіп жүрген кезде трейдинг деген нәрсеге жолықтық та біз. YouTube'дан қарадық, сайттардан қарадық. Бұл не нәрсе деп сұрақ қойып өзіміз іздене келе бір керемет, өте бір айтады ғой, еріншектің жұмысы деп ше, бірақ ол өте негізі ең қате сөз, еріншектің жұмысы деген. Сөйтіп басында жеңіл ақша екен деп ойлап келсек, оказывается артында үлкен еңбегі тұратын жұмыс екен бұл. Сіздерді таптық, айтрейдті таптық, сізді көрдік, рекламаларды көрдік. Содан өзіміздің жүйеде тұрған бизнестер бар, оларды жүйеге қойып дайындалып келеміз дегенше ойлап оның бәрін есептеп келеміз. 1-2 ай қарап жүрдік, енді зерттедік сіздерді. Сонымен жазылып, Алла қаласа, Аллаға шүкір, әйтеуір сентябрьде бұйырып тұр екен сіздерге келу. Соған келіп оқыдық, 3 апта білім алдық. Бір сөзбен айтқанда бір ерекше өзгеріс болды бізде. Әйеліміз екеуміз өміріміз басқаша өзгерді. Өзгергенде қалай? Басқа бизнестардың нелерімен бытовуха дейді ғой, внутренний кухнясыменен жүгіріп үйреніп қалғанбыз. Азанда тұрып анаусын түгендеп беру керек, кешке жақын барып жауып кету керек, тексеріп отыру жоқ. Ондай емес, бұл жерде өзіңе өзің бисің, өзің жұмысшысың, өзің қожасың, өзің уборщиксің деген сияқты, барлығы өзің екен. Бір шетінен бұл өте бір сол жерінен керемет. Кәсіппен айналысып жүрген адамдар біледі. Кәсіптің ең қиын жері командаңды ұстау. Ең қиын нәрсесі жұмысшы ұстау. Басқа ешқандай қиын жері жоқ, оның бәрі келісілетін дүние, поставка товары, отдел продаж, бәрі өзінің жүйелі бола беретін нәрседе, бірақ именно жұмысшы қиын. Жүрді жұмысшы жоқ, өзің жұмысшы екенсің. Содан кейін нақты не ақшаңды саласың, сонымен рисковать етесің, сол ақшаңнан табысын напрямую көресің. Сол бір өте қызықтырды, оқып кеттік, Аллаға шүкір, бір керемет. Басында өзіміз ойладық негізі.
сразу пайдаға шығамыз деп. сразу пайдаға шығып кетеміз или болмаса өзіміз сол не үйретеді дейсің, қиындығы жоқ сияқты ғой. Свечаға қарап отырып кіресің, біріншісі жасыл болса екіншісі қызыл болады, значит деп кіреміз деп ойлап сөйтсек ол вообще ондай емес өзің біліміңе сеніп кіретін нәрсе екен. Сөз жоқ, керемет білім. Соған сеніп қазір енді Аллаға шүкір әртүрлі жолдардан өттік. Үлкен табыс тапқан кезіміз де болды, бірақ сделкамен. Содан кейін қадалған кезіміз де болды. Өте бір сондай қызық уақыттар өтті. Аллаға шүкір қазір бір енді кішігірім болсын стабильностьқа шығып келе жатырмыз. Күнделікті өзіміздің расходымыз осы трейдингтен. Алдыңғы айтылған бизнестардың бәрі жабылған. Оқып кеткен кезде сізге айтып кетіп едім ғой, мен бизнестардың бәрін жабамын қаласа. Есіңізде ме? Сіздің аудионыз бар болды, осы бір база отдыхқа ашып қойып, осымен жасайтын нәрсе екен. База отдыхқа да жатып істейтін нәрсе екен ол. Енді бұйырса ол күнге де жетерміз, осы трейдинг өзі ашып берер база отдыхын. Сондай өмір сүріп келе жатырмық. Аллаға шүкір, керемет бір жұмыс, бұл бір андай қосымша табыс деп қарасаң, нарықтан жеңілдің уже. Бұны основной жұмыс ретінде қарау керек. Менің бір түсінгенім, основной жұмыс ретінде қараған кезде фокусты қоя білу керек, потому что адам ерінбей ұйықтамайтын уақыттар болады, ерте ояну керек уақыттар болады. Соның барлығында адам кішкене зер салса, табысы өте бір жеңіл жолмен келетін, бірақ алдында өте үлкен дайындықты талап ететін бір кәсіп болғанда, кәсіп емес, енді бір бұл жұмыс болғандықтан өте бір сондай керемет нәрсе. Өзім ризамын. Трейдингке келгеніме өте қатты ризамын. Аллаға шүкір. Керемет нәрсе. Енді Аяжан ханым, сіз екеуіңіз бірге жасап жүрсіздер ғой, команда болып, иә? Мысалы, сіз жалғыз емес, именно Аяжан ханымды қосып алдыңыз, иә, басынан бастап? Бұл кісі менімен бірге отырмаса, біз сделкаға кіргенде, либо мен бұл кісімен бірге отырмасам, мен жасай алмаймын. Мен өзім лично әйелім болмаса қасымда жасай алмаймын. Да, әйеліме мен болмасам жасай алмайтын шығар бұлдай деп ойлаймын. Потому что білем да, мен көрмеген нәрсені бұл кісі көреді, бұл кісі көрмеген нәрсені мен көрем рынокта. Бірақ алдында сделкаға кірмей отырып дайындықтың уақытысында екеуміздің анализіміз екі түрлі шығады. Обязательно қарама қарсы шығады. Бірақ сол анализдердің бірісін кіріп кетеміз. Бұл күйеуім в основном үлкен таймфреймдарда жұмыс жасайды да. Дневка 4 сағат, 1 сағат болды. В основном 4 сағатты жақсы көреді өзі. Ал мен 5 минут, 15 минут, даже 3 минутқа дейін бітіп, ішін зерттеп келем да, осындай. Кіші таймфреймге кіргендесіз ғой. Сонымен көбінесе кімдікі дұрыс болды сонымен? Басында мына кісінікі дұрыс болады. Басында коррекциясын түсіп келеді. Күннің соңында менікі дұрыс болып шығады әйтеуір. Более үлкен таймфрейммен қарағанда глобально сол бір күн азанда жасаған анализін кешке жақын береді ғой өзі несін. Қасында жүретін жолында орындап береді сол кешке жақын. Біз енді өткен айда чемпионат болды ғой, иә? Чемпионат трейдингтен. Екеуіңіз қатыстыңыздар, енді екеуіңіз топта жүрдіңіздер ғой. Жалпы қалай сол чемпионат трейдингтен сіздерге не болды мындай? Көмек берді ма? Бір нәрсе өзгерді ма? Көзқарас бір нәрсе? Көзқарас болғанда, көзқарасымыз сол жақсы қалпында әрдайым. Бір ешқандай өзгеріс көзқарастан болған жоқ, бірақ андай не болғаннан кейін, талас болғаннан кейін ол жерде бір өзінше бір азарт болады екен. Ол жерде нақты біздің ешқандай ақшамыз салынған да жоқ, чемпионат, өзі сіздер ұйымдастырған чемпионат қой. Ол жерде бір тренировочный счетпен өтетін нәрсе ғой, енді қарап тұрсаңыз. Бірақ сол өте керемет өтті. Ол жерде бір андай азарт пайда болды менде. Бірақ өте жаман нәрсе. Азарт уже үлкен лотпен кіріп кетіп, скальпить етуді бастадым. Бір шетінен шатастырды, реал шотқа барған кезде. Уже ол жақтағы бір сделкадан табылатын 2000-3000 долларды мына жақта қанағат етпей тұрасың. Реал шотқа керіп аласың да бір 100-200 долларды қанағат көрмей, бағана 3000 көріп едім ғой мен ана жақтан дегендей. Сондай бір нәрселер болды, бірақ өте керемет опыт қалдырды өзімізге. Жалпы ұнады, керемет өтті. Сіз айтып жатсыздар ғой, қазір тұрақтылыққа жетіп жаттық, осы уақытта мысалы сливайт еткен кездеріңіз болған шығар. Не сливайт етті? Өте қатты. Енді сол нәрсеге мысалы сливайт еткен кезде көбісі осы жерде тастап кете салады ғой. Сол этаптан қалай өттіңіздер, маған сол қызық та? Или қойшы болды, мен емес деп тастай салатын кез болды ма? Или лоттарыңызбен жұмыс жасадыңыздар ма? Депозит көтердіңіздер ма? Бір андай болды ғой, бір фишкасы. Қалай осылай тұрақтылыққа келуге болады? Біз енді слив деген нәрсе өзі андай ғой, минус қой өзі. Қарап тұрса трейдердің, әр трейдердің өзінің минусы. Одан кейін қазақта сөз бар ғой, әрбір минустың артында үлкен 2 плюс тұрады. Сол қағидаға сеніп, ең бастысы сынып қалмау. Соны ұстандық, ұранымыз сол болды.
Өйткені қарап тұрсаңыз бұл жерде енді жаңа айтып кеттім ғой, жастайымыздан кәсіппен айналыстық. Любой кәсіпте өзінің нелері болады. Подводный камни, шығындары, дайындалмаған шығындар болады. Соның бәрінің ішінде мысалы ең простой фастфуд алайық. Ең енді жеңіл 2-3 миллионның көлемімен кішігірім бір жерден ашып кетуге болатын бизнестің түрі ғой. Фастфуд алатын болсақ, ол жерде ішкі кухнясында, например, күнделікті товардың келмей қалуы, не болмаса товардың кешігуі, продуктының өзінің, не болмаса жаңағы жерде просроченный товар келіп қалады. Оны енді неше түрлі адамдардың өзінің пиғылымен жасалған факторлар ғой ол. Сондай нәрселерді есептеп келсе, бұл жерде ол бір-екі рет болған минус ешқандай погода ойнатпау керек негізі адамға. Соған сынып қалатындай болса, адамға ең трейдер онда болмайды деп ойлаймын мен. Өйткені трейдердің негізгі табысын дәлелдейтін нәрсе сол күндегі шыққан табыс емес, сол айдағы нәтиже ғой. Айлық, хотя бы апталық нәтижені қарау керек та трейдер. Минусқа кетпей, общий айға шаққанда қанша шығардың? Например, аптасына бір $2,500, $2,000 шығарып отса трейдер, онда ол керемет. Ешбір госслужбада істейтін адамда ондай айлық жоқ. $2,500 дегеніңіз, мысалы қарап отсаңыз 4 аптада бір айда $10,000, шамамен 5 миллион теңге. 5 миллион теңге айлық ешбір бизнесмен спокойно таба алмайды. Майда кәсіптегі адамдар. Причем бұл жерде рискқа салатын сумаң $1000-ға дейінгі сума ғана сөйтіп отырып табуға болады, еркін қозғалып. Ал $1000-ға мысалы 500 мың теңгеге қандай кәсіп ашып, аптасына $2,500 табуға болады. Мүмкіндігі өте жоғары бұл жерде. Сол үшін бір күнде кеткен слив біздің погоданы өзгертпейді, әрине оңай тимейді. Өйткені ақшамен андай қап мынандай болмағанда мен былай шығып кетер едім деген ойлар қатты мазалады басында. Бірақ оны жеңдік қарап тұрсақ, жайлап осы трейдинг арқасында күнделікті жарататын ақшамыз да еркін келе бастады. Өзінше еркіндігі бөлек қызық нәрсе. Ешбір неде жоқ, бизнесте жоқ. Жүгіріп, жүк көтеріп, терлеп жүрмейсің. Ой, тер шығарады бірақ. Өте жақсы тер шығарады, рынокта отырып, сделкаң астыға түсіп барып көтеріліп атқан кезде жан терің шығып кетеді екен. Бірақ енді жаңа Шәкәрім атамыздың сөзі бар ғой, арың сатпа, терің сат дегенше. Қарап отырсаңыз, әйтеуір арды сататын жұмыс емес. Әйтеуір терлеп болсын еңбек етіп, отбасын асырауға, сөйтіп шығуға болатын өте керемет жұмыс. Сондай бір күшті жерлері бар. Табыс тапқан кезде қалай андай бір жеңіл келген ақша сияқты оқыла ма басында? Бір андай басында не істеп, бірақ уже қандай еңбекпен келген ақша дейсіз ғой? Өте түбіне қараса жеңіл ақша сияқты, бірақ түбінен қарасаңыз өте ауыр еңбек, оның астында ұйқысыз түндер, қаншама стресс, шаш ағару, нерв, басында слив болған кезде, минус болған кезде, өмір сол жерден тоқтап қалғандай көшеге шығып кетіп, пешком жүріп келетін, айланып көшенің басына шейін өзіміз жаңа Таразда жер тамда тұрғаннан кейін біраз нервті басып сөйтіп жеңіп қарап отырса, бір айлық көрсеткішпен қарасаң, адам кәдімгідей тынышталып қалады екен. Плюсқа шығыппын ғой, әдемі плюсқа. Салған ақшам акасында мынандай екен. Рискқа қойған ақшам. Басындағы бір қателіктеріміздің бірі, біз тапқан ақшаны сразу шеше алмайтынбыз. Жинайтынбыз. Депозит көбейді ғой енді, жақсы болады деп. Үлкен депозитпен, үлкен регулотпен кіреміз деген ой ғой. Басында қанша бастадыңыздар? Біз оқыған кездерде нарықтың қозғалысына $100 деген артығымен жететін. Өйткені рынок ол кезде $150 артық қозғалыс жасаған жоқ бір күнде. Қазір ғой ол жақсы қозғалыстар жасап жатыр, $100 деген аз болады депозитте ше. Біз оқыған кезге жететін. Содан кейіннен осы жаңа жылдың алдында бір есіңізде ме, жақсы қозғалыстар болды ғой, бір тынымсыз рынок үстіге астыға шығып. Алдында одан жаңа жылдан кейін де бір ай бойы январь айында түгел солды қозғалыспен жүрді. Бір рынокқа бөлек объем келгендей болды сол кезде. Бір сол кезден бастап $100 деген жетпейтін жаққа шықты. Оның алдында біз жаңа қараймыз, трейдингтен қызығатымыз сіздер ғой енді, сөздің ашығы. Сіздерден оқығаннан кейін ойлаймыз, хотя бы рабочий бір $1,000-1,500 тұрса басында соған жеткіземіз дейміз да. Жанды қинап бір $1,000-ға жетіп қалған кезде сливат етіп алған кездер болды. Жаман болып бір точка қарап қаласың. Ё-моё, бір апта бойы тапқан ақшам ет қаяққа кетті.
Сондағы бар қателігіміз лот үлкейту. Үлкен суммамен кіріп кету сделкаға. Тезірек жетем деген. Өзінікін алады екен. Опыт өзінікін алады, уақыт керек екен. Бұл трейдингке менің бір таңқалғаным, алған білімің ары кетсе бір 20% керек. Оның ар жағында эмоцияны ұстай алсаң, сонда шығасың. 80% психология мен эмоция ғой, соны ұстай алсаң. Қазақтан сөз бар ғой енді, ұятта осы айтайық, басып отыратын не керек дейді ғой адамға. Сол сияқты эмоцияң басып отыратын мінез керек қой. Бұл трейдинг өте мені бір күшті нәрсеге үйретті. Өзім негізі сәл шыдамсыздау адам едім мен. Сол шыдамсыздығымды бетіме басып бере салды ғой едім. Бетіме алды да шекеме қойып бере салды. Сөйтсем, шыдамсыз болсаң, рынокта жүре алмайды екенсің. Сделкаға кіріп аласың да, одан кейін қызығам. Осы сіздер үлкен таймфрейммен ұстап бір сөзін шыны керек, бізде 1-2 рет ұстап көрген шығармыз свингқа ше, ұзақ уақытқа нені позицияны ұзақ уақытқа ұстап қызыққанмен әлі соған өзімізді әлі үйрете алмай келе жатырмыз. Шыдамай жауып жібереміз. Осы жерден қанағат болды. Сол қанағатқа бір ерте қанағат етіп қоямыз ба кей кезде ше, соны жапқан кезде орындалып кетеді, кей кезде құрсын өткенде әдемі кетіп барады ғой, шыдап көрейікші дейсің. Сол жерден астыға түсіп стоп-лоссыңды алып кетеді ғой. Қозғалысы деген жаман манипуляцияға не қылады. Бірақ енді оның бәрін бізге үйреткен жоқ емес, үйреттіңіздер. Оның әр минусымыз өзіміздің қателігіміз, әр тапқан пайдамыз енді бірінші Алланың арқасы ғой, одан кейін білімнің арқасы ғой, осы берілген білімнің, одан кейін бізге жаңағы 3 апта сабақтың ішінде психологиямен де жақсы жұмыс істедіңіздер өте. Ең глобальный вопрос деп сіз каждый мысалы берілген сабақтың алдында қайталап отырдыңыз ғой. Бұл жерде психологияны шыдату керек. Сол вопростар айналып келгенде басқа ешқандай нарықта не жоқ, өзгеріс жоқ. Тек қана объем үлкейеді, объем кішірейеді. Соған байланысты болды. Лот саны деген штук саны ғой, соны байқау керек. Самый главный. Ең опасный нәрсе сол лот. Ең керек нәрсе сол өзінің рабочий лотын тауып алсаң, вот сол кезде уже трейд жүре бастайды. Және сіз айтып отырсыз ғой, мен осылай шыдамсыз адамды бәріміз шыдамсыз алдық қой. Мына тренингтен өз-өзімен күрес қой. Және эго болса, шыдамсыз болсаң, эмоцияны басқара алмайтын болсаң, соның бәрі результатпен алып қой. Және слив дегендердің бәрі сол біздің өзіміздің бір қателігімізді мойындай алмауының кезінде. Минус болса былай қылып ұстап отырамыз да, кішкентай плюс болса дәлелдеп отырып жұмыс жасаймыз. Психология біз навык жұмыс жасайды ғой. Ол енді новичок трейдерлер қалай ойлайсыздар, келген кезде бәрібір қателеседі, бәрібір ақша жоқ. Мысалы мына жерде бір қателік жасадыңыз, бір не то кнопканы басып қойдыңыз, ақшаңыз кетті. Келесі жолы тағы солға қателікті қайтамыз, тағы да басқа ошибка жібердіңіз. Яғни бұл жердегі каждый нәрсені біз ақшамен төлеп отырмыз. Сол жерде бұл жерде именно ошибкамен жұмыс жасау керек. Бізде көбінесе адамдар бар, не серьезно қарайды да. Көбісі өздеріңіз байқайсыздар ғой. Дополнительный жұмыс қылып келгендер олардың бар. Менің ойымша дополнительный жұмыс қылып келген адам арзанның пұлы тұтмас деген дүние ғой. Қарап тұрса өзінің жаңа ғана жұмысына сеніп алады да. Не болмаса қазір қарап отырсаңыз, мысалы кейіннен оқытқан оқушыларыңыз бар ғой, 15 жасар балалары мысалға ше, не балаларын жібермейді. Өздерінен де түсінемін, қазір бытовуха өмір түсіру керек, не қылу керек, оңай емес. Хотя балаларын жіберіп оқытса, онда ол да керемет болар еді ше. Ал дополнительный жұмыс ретінде көріп келген адамнан трейдер шықпайды. Фокус қойылу керек. Бір жағынан дұрыс емес. Бірақ кейбіреулер бар, мысалы фокус қояды, кәдімгі жұмыс жасап жүрген, или жұмыс жоқ, қазір осы основной жұмыс ретінде қарағысы келеді, бірақ шыдамсыз. Не істейді? Шай ішіп отырады, автобуста, таксиде кетіп бара жатады, кафеде отырады, любой жерден ашылады да. Бұл нәрсеге қаншалықты серьезно қарайсыз, соншалықты серьезно результат болады да. А то бізде көп адам дұрыс түсінбейді. Енді андай жеңіл ақша сияқты қарайды да, бір сразу бай кетеміз. Бұл жерде $2000 дегеніміз миллион теңге дейікші, $2100 деп енді қазір нарықта. 2100 табу үшін бір неше минут жетеді? Сағат или? Бір күн негізі жетеді табуға. Мысалы рисковать етіп алатын. Бірақ оған опыт керек. Дұрыс айтасыз, опыт керек. Айналып келгенде опыт не пропьешь дейді ғой, орыстарда сөз бар ғой. Сол сөз дәлелдейді, қарап тұрсаңыз. Опытсыз нарықта ешкім емессің. Каждый оқыған біліміңнен бөлек, әр қателігің арқылы өзің отдельно білім алады екенсің. Әр слифің арқылы өзің отдельно білім аласың. Бірақ ең жақсы трейдер қай кезде жасаған
бір қателіктен нәтиже шығарған кезде. Даже өмірде де сол ғой. Біз жасаған өзіміздің қателігімізді екінші рет қайталанған емес ешқашан. Бір жасалған қателік екінші рет қайталанған емес. Бір-ақ рет болған шығар. Анау скальпер бізге зоналарды бір іздеп скальпить ету деген жаңағы тез кіріп тез шығып кету ғой. Рынокқа үлкен лотпен тез кіріп тез шығып. Ана өзі бұл рынок деген нәрсе, бір адам айтып еді маған осыны. Шайтаннан ары азғырады деп. Шайтан ойнамай қалады бұның азғырған кезінде деп. Өйткені прямой ақшамен азғырады ғой бұл жерде. Адамға қазіргі өмірде енді бірінші денсаулық, одан кейінгі күнделікті өміріне керек ақша болғаннан кейін адам тез азғырылады екен бұл нәрсеге. Соны ұстай алған адам ғана керемет адам да бұл жерде ше. Мен қазір басымды көтеріп айта аламын, бұл нарықтың азғыруына мен шыдай аламын қазір. Мен опыт бар. Маған берген осы үлкен опыт азғыруына шыдау. Мен ана жерде плюс беретін сделканы көріп тұрып, мен кірмей отыра аламын. Оған дәтім шыдайды. Мен анализ жасап қойып, орындалып жатқан кезде просто әшейін қарап отыра аламын, қазір орындап барып береді. Оны талай міне келіншегім де куә. Полиуверенность уже пайда болды дейсіз ғой, Солай негізі ең күшті нәрсе, мен ғана анау неде ютубтан бір көрдім біреуден ше. Сол жерде айтады, трейдер өзінің шыдамдылығын тәрбиелеу үшін бір апта рынокқа кірмей, бірақ тек қана анализ жасап отырса, сол анализдердің орындалғанын қарап отқан кезде, қап мен маған кіруім керек еді деп ойды жеңе алса, сонда азғыруынан өтеді. Ең үлкен, мен жасадым, олай көрдім, бірақ күшті көмектеседі екен сол. Сол маған қазір спокойно шыдай аламын мен. Толықтай келісеміз. Ал енді нарықтың азғыруына шыдай алмайтын адамдар жаңағыда кетіп баратады, жұмысынан шыға салады, қарайды нарыққа дополнительный жұмыс ретінде. Ох, ё-моё, кеше мынандай вроде бы бүйтіп көтерілді да. Или анау М-образный деген кеш-кешін жұмыста отырып телефонға қараған кезде көп қой адамды азғыратын видеолар да көп, неше түрлі. Олар енді азғырмайды, бірдеңке үйренсін деп салатын шығар, ол видеоның авторларын біз білмейміз ғой. Бірақ адамның миы қалай қабылдайды ол нәрсені. Сол нәрсеге қарайды да, ох, М болса, значит М-нің аяғы до конца түсу керек. Сондай сурет саватса дейді, шортқа кіріп кетеді. Паттерндермен. А паттерн деген нәрсе ол адамға өте үлкен уақыттан кейін үйретілетін нәрсе. Мен мысалы әлі паттерн білмеймін. Максимум білетім сол додж, повернутый жаңағы молот дейді, соны айтады. Бірақ оның өзі қай кезде қандай значение беретінін оқи алған адамға ғана жақсы да ол нәрсе. Елдер ертерек сондай жеңіл жолмен тауып кеткісі келеді, хотя есептемейді. Таңда тұрып енді негізі сіздерде де сондай шығар. Таңда тұрып өзі бір анализ жартақ сағаттың ішінде жасалады, 20 минуттың ішінде жасалады анализ бір күнге. Содан кейін просто келгенше шыдай алсаң болды. Подтверждение күтіп алсаң. Елдер соны уақыт бөлгісі келмейді, паттернмен кіріп кетеді. Өзімізде де болды ол проблема. Содан кейін мен уверен айтамын, ол нәрсе болмайды. Жақсы айтыңыз, тура. Ең керек нәрсе. Сол минусы да, новичоктардың ең глобальный минусы сол. Дұрыс айтасыз. Мен осы нәрсені толықтай келісемін. Бірақ біз оқып жатқан кезінде де көп айттыңыздар ғой, осындай өздеріңіздің қателіктеріңізді айттыңыздар, осындай ситуациядан өттік деп. Оны білгенмен бәрібір өзінің басынан өтеді. Өткізу керек. Өткізгенде шекеге тақата қылмайды. Еще оларда да болды ғой, бәрінде болды. Бұл берілмейміз, тағы істеп көрейік деп. Енді жаңа айтып жатырмын ғой, дұрыс айтасыз. Біз өз басынан қанша айтамыз, мынаны істеме десе, наоборот соны барып істейді ғой. Наоборот істейді ойды көріп қойды десе. Сол кезде может істемей ма? Мен жаңа неше айтып отырмын, жарты сағатта мысалы $2,000, $3,000 тауып алуға болады. Бірақ сол жарты сағаттың ішінде $2,000 жоғалтуға да болады. Вот сол үшін опыт аз. Новичоктар келген кезде сөйтеді, жаңа инстаграмнан, рекламадан, ана біреудің нәтижесіне қызығады. Ол қандай еңбекпен келген білмейді. Ол өзінің жаңағы тауып отырған табысына автоматтан ана кісімен салыстырған кезде қанағат түсіп кетеді. Үлкен сумма жасағысы келеді, рискке барады, бірақ ол ондай минустарды көтере алмайды да. Негізі андай ғой, адам болғаннан кейін енді әртүрлі адамның ішінде болады ғой ойлар. Анау мысалы жасап жатыр ғой, инстаграмда видеосын көріп тұрып қой. Мысалы $10-дан тыр басып, тез басып, сол жерде қазір $30,000 жасап алдым, мен хотя бы $10-дан $3,000 жасап алсам да керемет қой деп ойлайды да кіріп кетеді. Бірақ негізі ең күшті нәрсе, мен бір кеңес берерін, өзім солай қолданамын. Мысалы, адамда цель болады ғой. Апталық цель, күндік цель. Осыған жетсем тоқтаймын дейтінше. Мысалы, бір сделкасында болып қалады. Адамның бір күндік целі, например, өзінің $500 болатын болса,
осы 500 мен тоқтасам дұрыс болар еді бүгінгі деген. Например, бір сделкасы оған $620 әкеп берді. Тейкмен жабылған кезде $620. 500-іңді шешіп ал да, ана $120 оның бөлек счетқа сап ал да, пожалуйста, тырылдады. Қалған $500 жүз бар. Главное, бүгінгі целің орындалды. Как раз кешке жақын Американ сессиясында. Енді келсіз қой ереге. Конечно. Өзі сол артық ақшамен істесе, зато психологически сынбайды адам. Мен өзім солай қолданамын. Бірақ керемет байып кетпейді одан ешкім. Егер мен бір нәрседен қорқам, егер сөйтіп скальп сетіп отырып, маған үлкен сондай бір сағаттың ішінде $30-40 мың табу егер бұйырып қалса, мен содан қорқам. Оны мен настройкамды құрып жібере ма деп. Автоматом адамды қанағат түседі, адам болғаннан кейін азғырылады, бәрібір қанша азғырылмаймын деген менде нарық өзінікін жасайды, адамның миы өзінікін жасайды, адамда құлқын деген нәрсе бар, құлқын қоймайды. Кеше ғана $30 мың жасап едім ғой, бүгін кіріп давай бір 100 болмаса да бір $50 мың бір шығарайын, ертең ары күні $100 мың жасайым, болды, көшіп кетеміз. Ойбай, керемет болады, шетелден үй аламын мен. Дубайдан бір квартира алып арендаға беріп қоямын. Автоматом сондай ой келетін адамға. Сол құлқын қортады. Қазір мына жерде бізде көріп отырған адамдар бар шығар, күнде $100 тапса, $200 тапса, өтірік кетеді. Өтірік ол. Одан қанағат кете береді, $500. Адамдар қанағат деген жеткен күн өзі көреді, қанағат адамның. Сіз тура айтасыз, мына новичоктар бар ғой, біз келген кезде задача береміз, ой, 1 штукпен ғана сауда жасаңдар. Сонымен кеше барып тексеріп қарап отырсам, бір кісі шыдамай 5 штуктан алып жүрген де. Ол не үшін? Өйткені сіз қазір басында ең ғана новичоктардың жіберетін ошибкасы. Басында келеді де, біз қарап жүрген кезде нормально ғой. Үйіне кеткен соң үйіне кіріп тексере алмайсыз ол кісіні. Одан не істейді? Үйіне барған кезде ол кісі андай басқа результаттар көреді де, мен осылай 1 штукпен $10, $20 деп айтамын ба, одан да 10 штукпен мен $100, $200 дейді да. Или 20 штукпен 200-400 дейді да. Оны сатып алады да, одан кіреді. Ойлаңызшы, новичок бір 15-20 минуттың ішінде $300-400 тауып тұрғаннан кейін мида жарылыс болады. Одан не істейді? Ол қайтадан лотын түсіре алмайды никак. Түсіре алмайды никогда. Одан кейін анау үлкен $200, $300 жай плюс тапты. Бірақ ертең минусқа кететін болса, сондай сумма кетіргендіктен оған шыдай алмайды. Одан шыдай алмайды. Оны не істейді? Тағы да ақша салады, кетеді и бір итоге қараса, нормально ақша жауап тастағанда, осылай басталады де. Ең қатерлі нәрсе ғой сол. Одан өтетін сияқты ғой бәрі. Бірақ өту керек. Шекесіне тию керек, өту керек. Содан кейін барып қоятын сияқты. Білмеймін, мен өзім сондаймын. Мен өзім әкемнің копиясымын ғой. Ешқашан біреудің айтқанына қарамайды, ол кісі де өзінің шекесіне тигеннен кейін барып істейді адамды. Мен де тура сондай. Все, өзім шкурамда сезінбейінше мен көнбеймін. Минустарды да көрдік, плюстарды да көрдік. Трейдингке келгеніміздің өзі сол бірінші Құдай көрсетті, одан кейін екеуміз өйстіп ана отырғызып қойып айтқан кезімізде әр бастамамызда қолдайды. Әйтеуір Аллаға шүкір, сол кісілердің арқасымен келдік қой енді. Барындар, жаңа нәрсе. Онсыз мен юрфакқа түскен кезде, юридический факультетке, папам осы неге ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры деген бар ғой. Сол жерде 20 жыл директор болып барып пенсияға шыққан адам. Финансистке түсіп аламын деді маған. И содан қазір күледі ғой. Юрфакқа түсіп алдым да ақыр аяғында финансист болып шықтың ба, не қылдың дейді. Трейдинг енді финансисттің жұмысы ғой, қарап тұрсаң негізінде алып сату болған менде бұл жерде экономический нелерді қарайсың, жаңалықтарды қарайсың, отырасың, бүткіл жұмысың сол финансының ар жақ бер жағында. Сонымен папа күледі ғой қазір. Түбінде финансист болдың ба деп. Рас енді. Балта сабынан озбайды деген сөз ғой, қарап тұрсаңыз. Енді былай ғой, новичоктар бізде 20 сағат жұмыс жасайды рынок. Көбінесе таңертеңнен кешке дейін қарайды новичоктар. Қызық қой басында. Анау $20 табасың, каждый с вечердің момент упускать еткің келмей отырады ғой, шай ішпей қарап отырасың. Енді опыт өте келе вообще трейдтің саны қысқарады. Яғни негізгі жақсы жасауға болатын уақыт қазір енді бізде таңғы 5-тен жазғы период қой, таңғы 5 пен 7 арасы идеально. Сол кезде бір таңғы сессияда бір жақсылап тұрып қозғалыс жасасаңыздар, целый день жұмыс жасамай демалсаңыздар болады. Вот сол керемет. Ең керемет осы, егер өз-өзіңізді басқара алсаңыз. Екіншісі, кешке сағат 6 мен 8 арасы. Сәл нелеу енді ол жерде. Қиындау. Риск бар. Бірақ тез барады әйтеуір. Целіңа стопыңа да тез барады, либо тейкіңа да тез барады ол кезде. Ол жерде более опыты бар адамдар болса вообще күшті. Опытпен кірсең, сенімдірек кіресің. Бірақ нарықта сенім жоқ. Былай сіз ойлап тұрған бағытта жүре бермейді, былай да кетеді, алдайды. Трамп тұрып бірдеңкені қойып қоса бітті. Ұшып кетеді. Кстати, Трамп несі де баласы да трейдер екен ғой? Өте үлкен трейдер. Барон ба, иә?
сол кісі анда білесіздер ғой, жаңалықтар манипуляция, соғыс болып анау мынау болып шыққан кезде. соның ғана портфелі плюста. Иә, өйткені түскен ғой хат. Иә. Трамптың бір ауыз сөзінен түскен, баласы не істейді, бәленбай миллиардқа акция сатып алады, сосын қайтадан барып не істей салған, қайтадан өседі, болды, сатып жіберген миллиард. Какой-то бір сағаттың ішінде ме миллиард тапқан ғой. Енді ол әлемдегі ең бай адам болады деп жатыр ғой, енді дұрыс қой. Әкесін барында қолдану керек. Папа бүгін ана неше түрлі мемдерде бар ғой, инстаграмда жүрді. Трамптың баласы келіп папасын қолдана, папа бүгін жаңалықта бәрі жақсы деп айтты, одан кейін 5 минуттан кейін жаман деп айтшы дейді. Сондай Арасында иә. Қолынан келсе, енді бал ұстаған бармағын жалайды деген әңгіме ғой. Сөйтіп қолданады. Енді құдайға шүкір бізде жаңағы негізі рынокты жеңем деген адам рыноктан жеңіледі обязательно. Рынокпен дос болу керек. Нарықпен дос болған адам ғана, мысалы адам жан досымен ғана бірге жүре алады ғой кешке дейін. Сол сияқты нарықтың жан досы болуың керексің ғой. Ең үлкен глобальный нәрсе сол. Нарықтың тілін табу керексің. Соның досы болған кезде ғана сен жаңағы нарықпен бірге жүресің. Бір кісіден естідім мен, шакал дейді да. Трейдерлерді, біз мелкий трейдерміз ғой. Шакал дейді. Қарап тұрса ол шакалдың өзіне тең емес, шакалдың ісіне теңейші. Арыстанның аузынан, ырылдап тұрған арыстанның аузынан басқа ешбір аңның, даже қасқырдың да духы жетпейді. Қан тамып тұрған етті барып алуға. Арыстан мысалға или қасқыр үлкен свежий етті алып тістеп тұрған кезде оның аузынан шакалдар ғана жабылып өзінің кусоктарын тістеп алып кетіп жатады. Сол сияқты нарықта трейдерлер, мелкий трейдерлер біз сияқты шакал дейді. Оны шакал деген сөзге ренжіп керек жоқ. Шакалдың өзі емес, ісі ғой бұл жерде. Нарықта күніге бәленбай миллиардтаған долларлар айналымда болады. Соның ішінен өзіне керекті бір $500 күнделікті алып, қанағат етіп қойса, өлмес ауғатын. Ең керемет трейдер сонда шығады. Біз айтасыз. Сөйтіп өзінің психологиясын жетілдіре берсе, түбінде айына уже $100,000 табатын трейдер болып шығады адам. Цель сол. По шагу. Сразу жету деген жоқ екен бұл жерде. Мүмкін емес. Өйткені, ладно, сен үлкен бір ақшаң бар шығар, үйір жылқыларың бар шығар, үшеуін сатып жіберді, салып жібер ақшаны. Бірақ сенде психология жоқ оған шыдайтын. Соны түсіну керек та, жаңадан келген адамдар психологияны дайындай алмайды ешқашан. Адам өзінің, өйткені адам деген робот емес. Адамда эмоция бар, адамда гормондар бар. Минусты көрген кезде қап мен ақшаға бағана өзіме киім алмап едім, енді осы ақшам күйіп кететін болды ма дейді, тірілдейді де кете береді адамдар минусқа. Сондайдың бәрінен басталады. Оның бәрі жайлап келетін нәрсе. Дұрыс айтасыз, енді қазір сіз тұрақтылық қажеттімін деп және бір сөзіңізді айттыңыз ғой. Бір трейдингте фишка деген сияқты нәрсе бола ма? Мысалы, мен осы нәрсені таптым, осы нәрсе болған кезде мен трейдингтен осылай қазір минустар болмайтын еді, сливтар болмайтын еді, ылғи плюстар жүрдім деген сияқты. Ненің арқасында көмектесті деген сұрақ па сонда? Иә. Маған көмектескен нәрсе, бұл жерде ең главный нәрсе 5-минутный таймфрейм. 5-минутный таймфреймда свичный характер анықтадық. Бұл жерде 5-минутный мен 3-минутныйды бір-бірімен қоса отырса, обычно Азияның уақытысында қозғалысы бөлек. Біз оны әйеліміз екеуміз үйде мониторды ашып қойдық та. Жаңағы өзіміз бір апта жасадық дедік қой, челлендж. Вообще анализ жасадық, сделкаға кірмедік. Метаны ашпадық, трейдинг вьюді ғана отырдық, анализ жасайтын платформамызда ғана отырдық. И сол жерде қарап отырсақ, 5-минутный свечаны қосып қойдық. Оның қалай жүретінін зерттедік. Қаншасыншы минутында обратно кетеді, қаншасыншы минутында былай қозғалыс. Қарап отырса, бірдей қозғалыс. Бірақ баратын жеріне соңғы 10 секундтағы манипуляциясы шешеді. Сол манипуляциямен қалай жабылып отырады. Енді болады бір жаңалықтардың кезінде ешқандай свичный характерге де ештеңеге де қарамайды, бір направлениеге ұшып кетеді. Сол өте қиын. Әйтпесе, анализдің ең кереметі миын ғой, сіздер үйреткен. Бүткіл әлем қолданатын шығар оны. Сол арқылы одан кейін басқа анализдер бар, жаңағы математический бар, соның бәрін қосып келіп, бірақ соңында қай жерге шейін ұстау керек, басқа жолдар да бар оны анықтайтын. Бірақ именно жаңа свичный характер спокойствие бере ма, или түсініктірек болып қалды ма бізге. Сол біздің бір фишка болды. Свичный характер. Ол деген көп адамдар жоқ, ол білмейді ол нәрсені, айтпайды да, айтылмаған. Көрген емес мен айтылған. Бірақ әр нәрсенің өзінің характері болады ғой, бір машина алсақ та еркектер білеміз ғой,
мысалы немістің машинасының характері бөлек, жапонның машинасының характері бөлек. Сол сияқты свечаның да характері бар. Қай уақытта қай жаққа қарай жүретіні кішкене адамға спокойствие береді. Сол біздің фишкамыз болды. Сіз таңғы уақытта кірмейсіздер ма? 5:30 мана разбор таңғы 5-те, 6. 5 лонг 6 шорт бітті бізде қандай? Иә, 5 шорт 6 лонг. Біз үшін. Сіздер үшін таңғы 5-те именно жасап жүрген трейдерлер бар болатын болса, таңғы 5 пен 6-ның арасын қарайтын болсаңыздар, самый бізде развороттар сондай күшті болады. Сол уақытта сол күні максимум или минимум болып қалуы Сол күні қалдырып кетеді сол күнге. Сол күні қалдырып кетеді. Бірақ ол үшін тұру керек. Ал кімге ақша керек? Ол оянады. Оянады, ақшаны бір-екі рет дәм көргеннен кейін ешкім ол жерде ұйықтап атпайды уже. Сол енді бір-бірлеріңізге қалай көмектесесіздер? Мысалы, анализ бірге жасайсыздар ма или екеуіңіз екі жақтан келіп жасайсыздар ма? Бірге. Жота бөлек жасаған болмайды екен. бірге отырып жазсақ уже түсініп тұрамыз да, так мынау линия СНР линия мына жерден шықты деп. Егер бұл бөлек істеп келіп мен бөлек істесем мынау қай жақтан шықты деп уже уверенность жоғалтамыз да. Мен өзім анализіне кіріп жатқан кезде мынау келеді де маған, ей тоқта, сен қай жерден кіріп жатсың, түсіндіріп берші деп тұр. Сосын түсіндіру керек болған бәрін. Одан кейін бұл тұрып мен анализіме қарайды да, кей кезде мен көрмей қалған нәрсені сен мынаған қарамапсың ба? Мейлі. Одан кейін тоже обратно. Бұл өзімен жасап кіріп жатса, сен көрдің бе сол нәрсені? Қарамай қалдың ғой дейме? Қап, енді не істейміз деп. Кәдімгідей бір өз андай. Бірақ осы трейдингдің арқасында керемет бір андай семейный положениеге де адамға қатты көмектеседі екен. Негізі андай көп адамдар әйел мен күйеуі бір салада жүрген қалай ол бастарына сыймайды. Тем более бір депозит бізде. Әйтпеш бір счет сіздерде. Және сұрақты как раз қойайын деп отырмын. Жоқ, бөлек счет бізде. Негізі басында бөлек счет атын. Әркім өз счетына не болып кетті да андай тартып кетті. Сделкаға кіретін кезде мен мына счетпен кіріп қойдым, болды осыған қарайықшы. Мына берекесіз нәрсе болды, не болды? Бір үйдің ішінде тұрып екіге бөліп. Лонг шорт. Лонг шорт деп екеуміз екі жаққа қарап уже миымыз ашып кетті. И сонымен тұрамыз да бір счетқа ауыстық. Негізі жақсы екен. Бір счетпен жұмыс істеген. Бір счеттың өзін 2-3 телефонға жалғап қойып, закрыть все позиции бір тұрады, өзінше бөлек. Жаңағы свечной характерге қараған адам енді соның бәрін өзі сөйтіп түсініп келеді, жайлап. Оказывается, жауып үлгеретін жерінде жауып үлгеру керек. Ұстайтын жерінде ұстау керек. Керемет жұмыс. Және сіз айтып қалдыңыз ғой, еще екеуміз біріккен соң ортақ қызығушылық болған соң ол мүлдем уже. Ол вообще басқаша. Жеке өмірде түсіну, бір салада түсіну. Өйткені трейдинг саласында мысалы жалғыз өзін жасап отырып минуста болсаң, айтады, сен неме азарт жасау үшін ба, азартқа кіріп кеткенсің ба, қайда кіріп кеттің деп, түсінбейтіндер көп. Басында негізі үйде енді ата-анамыз да басында табыс тапқанымыз ештеңені көрген жоқ, басында минуста жүрдік. Анау жұмыстарымды ойнап алсаңдаршы деп. Сондай болды да. Ол кісілерді айтыр. Кейіннен табыс тапқаннан кейін айтыр, Аллаға шүкір, тек қана қолдау ғой. Алла разы болсын. Ол кісілерге де тек қана бата. Жастары мысалы қазір 72-73-те. Ол кісілердің де жас емес. Кенжесіммен. Сонымен даже біз қазір бір айдай осы Астанада болдық қой сіздердің қастарыңызда. Сол көзге кетудің өзі ол кісілерді тастап өте қиын. Мысалы ответственность деген бар. Одан кейін үйде жағдайларын жасау керек, ол кісілердің айтыр, шүкір. Бірақ 72-73-те кемпір мен шал сияқты емес, айтыр. Жас адамдар сияқты өмір сүріп үйренгеннен кейін. Заманауи кісілерден де ше. Батасын айтып шығарып салады, сол кісілердің батасы да шығар деймін бір шетінен енді. Көз жетті, ол кісілерде де бұл нәрсе болатын нәрсе екенін басында бұл не ойын ба, азарт емес па деген сұрақтар өте көп болды. Содан кейін ана туысқандардың группасы бар ғой WhatsApp'та, ең жаман нәрсе. Өзім жек көремін. Өйткені жазбаймын ол жаққа. Қорқам жазуға. Менің сөзімнен біреудің көңілі қақпала ма деп. Содан ондай группаларда отырады да мысалы, мыналар мынандай трейдинг деген не қылып жатыр екен. Әулеттің үлкені ғой біздікілер. Бір сұрақ қойса болды, ортаға жиналысқа кіріп кетесің ғой өзің. Өте бір сондай группа ғой өзі. Сол жерден айтылып, ой, менің анау біреудің танысының, біреу бәленшесінің көршісі сол арқылы үйіндік жіберіпті. Ол оған тікті ма? Или букмекерский контораға тікті ма? Оны көп адамдар әлі білмейді да. Біздің Қазақстанға трейдинг деген нәрсе өзі, енді сіздер айналысып жүргендеріңізге 10 жылдан асып қалды, 10 жыл болып қалды мысалы қарап тұрса. Енді бірақ танымал емес қой әлі. Соны көп әсер етеді. Енді биыл міне жаңадан бүйтіп келе жатыр. Жайлап елдер трейдер деген не екенін түсініп, қарап, акция ме дейді. Кейбіреулер тұрады да биткоин ба дейді. Оны енді ішкі кухнясын айта алмайсың, бәріне иә деп өтіп кетесің.
бірақ уже көзқарас көзқарас қалыптасып келе жатыр. Иә. Ортада, халықтың ортасында өте бір жақсы көзқарас. Енді ол көрген, көз жеткен адамдар өзі көріп келе жатыр, түсініп келе жатыр, айналысуға болатын нәрсе екен. Соның ішінде мен негізі жаңағы тендерға кіріп көрмегем. Бірақ сол тендерді көрейінші деп басында ойланып жүрген кезде осы келіншегім еді мен негізі. Тендерді не қыласың? Трейдинг қазір жаңадан келіп жатыр ғой, жаңадан танылып жатыр ғой. Давай жаңадан біріншілердің іші болып кіріп кетейік. Бастамасының уақытысында не қылып кетейік, түсініп алайықшы осы нәрсені. Кейін елдің бәрі үйреніп алғаннан кейін қиын болады. Сосын түсінбей жүреміз. Керек болса ол бізге сөйтіп жүріп көндірген бір жерден осы кісі еді мені. Бастау осы жақта болып тұр екен ғой. Осыдан 2 жыл бұрын ба 3 жыл бұрын байер деген тема бір қатты тарады ғой. Жаңағы брендтерді алып сататын да. Иә. Сол кезде мен де былай қалай болады екен деп ойланып жүріп, уже жарты жылдың ішінде бәрі оқып алды да. И уже поздно болып қалды оны үйренуге. Wildberries әңгімесі ғой. Бір сөзбен айтқанда Wildberries бір жылда керемет танылып кетті де, қазір өшіп қалды ма, бірдеңке болды ғой. Қазақстанда өзі бір нәрсе басталса солай тренд болып кетеді сразу да. Ол нәрседің өзі бір жаман нәрсесі, жаман кезде бар. Бір енді осындай бизнеспен үйрететін каналдар ютубта көп қой. Соның ішінен жаңа кәсіппен айналысып жүріп, жаңа кәсіп істеген кезде менде бір өте бір қызық оқиға болған. Өмір бақи ешқашан ұмытпайтын шығармын мен оны. Бір бөдене кәсібі. Нелер ме? Кішкентай балапандардан кішкентай жұмыртқамен. Сол бір керемет танымал болды. Сөйтсек, ол кәсіпті бізге үйретеміз деп сатқан адам мошенник болып шықты. Енді шиқылдап тастайсыздар ма, мына жерін біліп көрістіресіздер. Так негізі мошенник болып шықты дегенімен, әр кәсіпті ондай кәсіптер деп адам бастайтын кезде сбытқа қарайды ғой. Үлкен ферма соқтық 12 000 құсқа. Кәдімгідей аренда қалдық енді ферманың жаңа зданиесін. Так ішіндегінің бәрін автоматизировать етіп, соғып, бәрін жасадық. 8 000 құсқа шейін жеткіздік басын. Күнделікті 7 000 жұмыртқаға шейін жетіп отты. Сол кезде анау бізге үйреткен адам жұмыртқаның сбыты мен еттің сбытын бәрін өзім аламын деген. Ой, жақсы болды. Соған сеніп бастап кеттік. Маған күніне бәленбай 100 000-даған жұмыртқа керек. Қытаймен контрактым бар менің анауымнан отып. Получается 7 000 жұмыртқаны ол сатып аламын. Сатып алу керек етін. Күнделікті. Содан жұмыртқаны апарасың, сантиметрге салып бастады ғой кісі. Қалай? Көп адамға үйретіп жіберген ғой. Чересчур қатты үйретіп, жаңа Қазақстанда әңгімеден шықты ғой, Қазақстанда бір тема басталса, көп тарап кетеді адамдар сөйтіп. Солай болды ғой. Адамдардың санын көбейтіп үйретіп алды ол. Сөйтті да, сонымен өзін-өзі ямаға түсіріп жіберді ғой. Ең жаман нәрсе содан қорқасын. Содан трейдингте жаңа не үшін 2 ай зерттеп жүрді дейсіз мен. Соның бәрін қарап, бұл не болады екен, көрейінші тыныш зерттеп қараса, бұл акасы тарих бәленбай жылдан бері басталған әңгіме екен ғой. Бізге просто жаңадан келіп жатыр. Енді сіз жаңағы Америкада болып келгенсіз, сояқтан үйреніп келгенсіз, сондай жолдарыңыз бар, оның бәрін қарап, сөйтіп не қылды. Сенім пайда болды да, кішкене. Одан кейін қарап отырса, адамның өз жүзінен ақ белгілі ғой адамның қандай екен. Сізге қарадық, командаңызға қарадық, неге салған, Инстаграмға салған рекламаларға сөйтіп таңдап келген едік қой. Акасы шатаспаппыз. Рахмет. Содан жаңағы құстан сөйтіп бір 8-9 миллиондай минусқа кеткенім бар. Өте бір ауыр тиді. Как раз өзіміз сол кезде үйленіп отырдық жаңадан. Құстың кезінде. Сонымен қорқып қалғанбыз ғой. Бірақ Аллаға шүкір қазір. Ол күн тәйдір. Кешегі, бүгінгі күн, ертеңгі тарих дейді ғой. Сол жақ тарих болып қалды. Күліп айтып отырамыз қазір. Сол кезде жыларман болып едім. Енді қазір любой бір кәсіпкерден, любой бір андай жетістікке жеткен адам нөмір барған қайтып болсақ, сондай бір оқиға бар. Бүйтіп едім кезінде мынандай қателік жіберіп қойып едім, мынанша ақшаға, миллионға қарызға кіріп кетіп, или ақшамды кетіріп алып едім деген сияқты история барлығында болады. Енді бұйырса бұл сондай историялардың бірі болып қалсын. Сол енді құспен қалсын сол история. Бүгін кәдімгі күшті андай откровенный подкаст болып жатыр да, кәдімгі жақсы кетіп жатыр барлығы.
целдің өзі сол емес пе деп спокойно отырып откровенно сөйлесу. Сіз вообще ана кейде болады енді түсірген кезде подкаст болған соң камераға түсіруден қысылатын адамдар болады, сөйлей алмай қалады. А сіздермен білмеймін барлығы еркін болған сияқты болды. Енді ойымызды жеткізе алдық деп ойлаймын. Тағы даже ойланып отырмын, не сұрақ қоятын біраз болыпты уже подкаст жүргізбей келе. Уже кішкене андай немен кетіп қалыпты. Кетеді адам дұрыс. Біз өйткені осы уақытқа часто жүргіздік қой. Енді адамның өзінде де бір зона комфортта болады, андай еріншек болып кетеді деген сияқты. А сондай болып кеттік пе білмеймін. Бұрын кәдімгі не істейтін еді, қызықты қылып жүргізіп бәріне уақыт табатын едік. Соңғы кездері білмеймін енді. Жоқ, зона комфорты әр адамда болады. Зона комфорты дейді да, мысалға адамдар, көп адамдар зона комфортыдан шығу керек, үйден шығып жұмыс істеу керек, ананы істеу керек. Мен айтамын, сен зона комфорты деген сөзбен шатыстырма оны. Зона комфорты деген сөз, мысалы адам жұмыс істесе де, өзінің жұмысында зона комфорты ұйымдастырып алмаса, ол жұмыс істей алмайды. Ал просто жаңағы еріншектікті жеңу деген сөз ғой, қарап тұрсаңыз. Зона комфорты үйде жатып қалдық, ақша табу керек, ақша табу үшін сыртқа шығу керек. Сыртқа шықса бір ақша дайындап тұрмын екен деймін да менше. Үйде жатып ақша табуға болады. Тем более көз жетті қазір трейдинг деген жақсы нәрсе бар екен. Ерінбей рынокқа қара, зона комфортыңды компьютердің алдында жасап ал. Әдемі креслоңа отырып ал. Вот зона комфорты. Рахат емес пе ереке? Дұрыс айтасыз. Ең рахат жұмыс осы болды маған қазір. Енді бұл үшін жаңағы қиындықтан өте білу керек. Оңай жол емес. Оңай емес, өте оңай емес. Сіз айтып жүрсіңіз ғой, оңай жолмен келетін қиын ақша деп. Сол сөзге әбден көзім жетті ғой менің. Трейдинг оңай жолмен келетін қиын ақша, қиын жолмен келетін оңай ақша екен. Кеше бар ғой, мен байқадым, бір кісілер келді. Кеп танысып отырмыз ғой, осылай сіздер сияқты жүзбе-жүз сөйлесіп отырмыз. Сөзді айтады да, мен сенбеп едім бұл нәрсеге. Соған енді көзім жетіп келіп отыр. Сосын мен трейдингте лақа тұрамын. Болмайды ол. Сондай нәрселер жиі естиміз. Жалпы қалай ойлайсыз енді? Деп айтатын. Мен қандай айтқан? Достарым ойнап болсын да айтқан бетіме. Азарт ниет. Енді бір ана қалжың досым бар, қатты қалжыңдасамыз екенбіз. Сол енді прикол ұстайды. Азарт ниет ананы, ол өзі тендерщик, яры тендерщик. Сен жұмысың азарт қой анамды, кеш деймін, сен тендеріңе бәленбай адам алдына барып қол қойғызып жүресің. Ақшаңды 2 апта күтесің. Мен қарашы, қазір сен көзің жосырып отырып тауып ақшаны осы жерден вывод жасап аламын мен сразу. Маған 2 минут жетеді ақшамды түсу үшін Каспиге. Сөйтіп бір қалжыңдасам, сондай сөздер бар халықтың ортасында, потому что олар түсінбейтін адамдардың сөздер. Айналып келгенде негізі өте жақсы жұмыс қой. Қарап тұрсаң, бір даже өзіміздің осы өзбек бауырлардың ортасында бұл трейдинг ертерек дамып кеткен екен бізден. Кәдімгідей ертерек дамып кеткен екен. Жаңа интернетте жұмысымыз, өміріміз осы трейдинг болғаннан кейін қараймыз ғой неше түрлі нәрселерді. Оларда екінің бірі. Даже сөздер бар, өзбектер балалар туылғаннан кейін 40-на шығарасап трейдингдің алдында тұрғызып қояды дейді. Сондай сөздерге шейін уже жету деген ол оған уже әбден сенім артып алған ғой оларда. Дұрыс, еще бізде Қазақстанда жоқ, криптобанк Өзбекстанда бар. Иә. Вот міне тағы бір көрсеткіш. Біздікілер әбден сенбейді енді көбісі. Одан кейін барып енді көз жеткеннен кейін барып кірісетін шығар деп ойлаймыз. Бірақ трейдинг саласы маған қуантады. Қазір бұрын трейдинг деген не деп вообще түсінбейтін. Қазір уже мен тоже таныстарым бар, туысқандарым бар деп басында көбісі түсінбейді ғой, не нәрсе ол деп. Қазір уже көбісі біледі трейдинг саласын, өйткені мен ғана емес, қазір бірнеше адамдар бар. Бізде бақылап жүрген адамдар көп қой, бірақ параллельно по-любому басқа да трейдерлерді тоже бақылап не айтып жатыр екен, қандай жаңалықтар болады деп көріп ғой. И маған қуантады. Ал осыны не ала бұйырса, кстати, бізге 4 жыл толып отыр. Академия 4 жыл болып отыр. Енді 4 жыл ішінде ойлаңызшы, қаншама нелер ұйымдастырылдық. Қазір 2 филиал ғой, енді Астана және Алматы қаласы бойынша офлайн. 6 ментор, енді жалпы общий командада 20-дан астам адам бар екен бізде. Қазір қарап отырсаңыздар, кішкентай болып басталып едік. И сол кезде 4 жыл бұрын бастаған кезде нарықта жалпы осы трейдинг саласы деген кезде 6-дан астам 7-8 адам шығар. Сондай ғана бар болады. Еще көбінесе трейдинг дейтін болсаң, көбінесе ұстайтын андай, типа ескі зат новыйға ауыстырма деп. Трейдинмен шатастырады. Трейдинмен шатастырады ғой. Кейбіреулер келіп алады ғой, кейбір кісілер тренинг дейді. Трейдинг емес, тренинг деп келіп алатындар бар. Неше түрлі адамдар бар. Жаңағы обратно сол адамдардың қабылдау нелеріне байланысты ғой енді оның бәрі. Қанша мен енді еңбекпен не істеп жатырмыз, бізден уақытта болып жатыр деп көрсетіп жатыр. Енді қорытындылайық жақсылап тұрып. Енді бір күшті бір подкаст болды деген ойдамыз. Жақсы бір подкаст болды. Енді көрермендерге өзіміздің
ойларымызбен бөлісуге тырыстық. Енді тағы да бір айтылмай қалған сұрақтар болса, немесе біз қамтымай қалған сұрақтар болса, сіз комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Келесі подкастта сол сұрақты біз көтеретін боламыз. Сол енді Айжан ханым, Аслан мырза, өзіңіздеріңіз қорытынды ретінде не айтасыздар енді қысқадан нұсқа? Қысқадан нұсқа, ең басты ұраны әрбір трейдердің бүгінгі минусым ертеңгі үлкен табысым деп білсе, соған сынып қалмаса, шыдам білдірсе, алған біліміне сенімді болса, бүгінгі өзі кешегіге қарағанда жақсырақ болу керек та адамша. Өзін өзі шыңдай беру керек. Күте білсе. ТВХ-сын күте білсе. Ең главный вопрос қол ТВХ-ны күте білу деген. Содан шығады, минусты жасағаннан кейін шекеге тиеді, содан күтеді. Шекеге тимейінше адамдар қоймайды бәрі. Минусқа кірген кейбір адамдар опытты сатып алады ғой. Біреулер мысалы миллиондап кіргендер бар. Олар значит сондай опыт, бірақ одан шыға алатындан бар, шыға алмайтындан бар. Шыға алмайсың кетті. Сол үшін ғой стоп-лосс қорқақтық емес, стоп-лосс тек қана не ғой, страховка ғой. Көп адам стоп-лосс қоймай жасауға тырысады. Өйткені қазір анау басында адам білмеген кезде именно өзінің стоп-лоссын алып барып орындап кеткен сияқты көрінеді. Оның бәрі опытпен келеді екен, не үшін өйтіп жатқанын бәрін стратегиялармен жасаған кезде бірін болмаса бірін. Содан кейін адамдарға айтар едім мен бір нәрсені, ең глобальный нәрсе, трейдингті үйренуге келді ма, ең күшті нәрсе дальше білімін асыруға бір жарты жыл, бір жылсыз асықпау керек. Өйткені адамның миында мусор көбейеді. Нарықта свечалардың қозғалып жатқан каждый свечаға не бар, понимание бар, әртүрлі стратегия бар, оған жауап беретін. Просто сол стратегияның бәрін үйреніп алсам, мен каждый свечадан ақша табамын деген қате. Басында мысалы сіздер үйретесіздер ма, келді ма айтрейдқа, өзі үйренді ма, нақты үйренген мысалы 10 стратегиясы ма, сол 10 стратегияның еще сіздер бізге оқытқан кезде түсіндірдіңіздер ғой, мына мен мынаны миксовать етуге болады, мына мен мынаны миксовать етуге болады, мына стратегия сағат мынандай кезде жұмыс істейді. Сол бойынша, сол өзінің отдельно оқыған білімі бойынша ғана жұмыс істеп, стабильностьқа шыққанша басқа жерден білім алмаған дұрыс. Өйткені біз алдық, мен қателестім. Қателескенде қалай? Жоқ, ол білімнің пайдасы болды. Керемет пайдасы болды. Тоже сіздерден үйреніп кеткеннен кейін жаңағы ой ғой. Мен қазір мынаның бәрін үйреніп алсам, каждый свечаның қозғалысынан ақша табамын деген. Оказывается, қате екен. Адам тұрақтылыққа шығып алғаннан кейін барып, ана уже ұйқысынан оятып жіберсе де түннің сағат 3-те тұрып анализ жаза беретін жағдайға жеткен кезде барып, сол анализ орындалатындай жағдайға жеткен кезде барып, басқа білім алу керек. Арғай дамытуға болады. Арғай дамытуға болады. Басында дамыта берсе адам шатасады. Жақсы, рахмет сізге Аслан мырза. Иә. Айжан ханым, не айтасыз? Барлығының айтатыны бір ғой негізі. Дисциплина, мынандай өздерінің қателіктерін былай сырттан қараса негізі бәрінде бір жолдан өткен да, трейдерлардың барлығы. Үлкен ақша бірінші табады. Қанша жерден оның барлығы айтса да, мысалы, ТВХ-ны күту керек, лотты көбейтпеу керек, жаңағы қалай айтатын еді? Депозитпен лотты соотношениесін дұрыстап шығару керек деген сияқты. Ол бәрібір адам кейбір кезінде көбейтіп жібереді, таяқ жеп алады, кейін барып түседі орнына бәрібір. Әр $100 001 ғой. Менің ұраным қазіргі. Әр $100 001. Бірақ соны иногда өзім ұстамаймын. Айтқанымды өзіміз жасай алмаймын. Әдейі айтамын. Әр $100 001 деп. Жақсы, енді ендеше қорытындылайық. Бізде бүгін кезекті подкаст Аслан мырза мен Айжан ханыммен өтті. Тараз қаласынан келген. Қазір негізгі жұмыстар трейдингтен қазір тұрақты, Аллаға шүкір, табыс табып жүр десек те болады. Қазір зерттену үстінде, одан сайын дамып жатыр. Алла бұйырса, мықты трейдерлер болыңыздар. Андай болды, бір үлкен кейін Алла бұйырса жетістікке жетіп, тағы да бір не істеген кезде повторно бұйырса подкаст түсірейік. Алла қаласа. Құдай сол күнге жеткізсін. Мен де тілерім осы сіздерге, командаға, сізге, өзіңізге тілерім $100 000 счет, әшейін рабочий счетіміз болсын әрқайсымыздың. Амин, рахмет, айтқансыз. Ең рабочий счетіміз сол болсын. Сонда спокойно жүрейік. Тілерім сол. Қаншама оқушыға үйретіп, білім алып кетуіне, сол білімнен енді соған сіздерге өте үлкен рахмет қой. Қаншама адамның көздерін ашып жатсыздар. Мысалы, нарыққа қалай кіретінді білмей келдік. Біраз нәрсе үйреніп кеттік сіздерден ше. Соның арқасында қазір Аллаға шүкір әйтеуір бірінші Құдай, одан кейін сіздердің арқаларыңызда табыс тауып жатырмыз.
үйрөнүп кеткендин аркасында. Енді минус болып үйүнтүк жиберип аткандар да бар. Трейдинг бирөөдүң багы, бирөөдүң соргу негизинде. Опять же, ол айналып келгенде ар адамдын өзүнүн сор кылатыны, бак кылатыны, өзүнүн козголусуна байланыштуу, жанагы рискине байланыштуу. Рахмет сиздерге көп-көп. Үйрөтүп аткандарыңыз Жақсы, болсун. рахмет. Бұйырса қорытындылайық, алай бұйырса енді комментарийға жаза кетесіздер, комментарийға жазып біздің арнаға тіркелуді ұмытпайсыздар, иә, лайк басып, қандай сұрақтар керек сіздерге, немесе бүгінгі подкаст қалай болды, не нәрсені түсіндіңіз бүгінгі подкасттың қорытындысы бойынша, соны міндетті түрде жаза кетіңіз, біз бәрін оқып отырамыз. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Енді негатив жазатын адамдар бар, оны білеміз, оған үйрендік. Сондай адамдардың арқасында өсеміз ғой. Иә, сөйтіп өсеміз енді. Сол үшін қандай пікір болса да өздеріңіз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Рахмет, баршаңызға сәттілік, табысымыз арта берсін, берекелі бола берсін. Ең бастысы деніміз сау, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет, келесі кездескенше.